Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге хамир хасиб дайындайтын боламыз. Осының алдында мантаваркаға пісірілген түрімен бөліскен болатынмын. Сковородкада жасалған түрін сұрағандықтан осы сіздермен бөлісіп жатырмын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші жылы суымызды құйып аламыз. Үстіне бір ас қасық тұз саламыз, бір жұмыртқамызды саламыз. Барлық қоспамызды қасықтың немесе шанышқының көмегімен осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Суды жылытып алыңыздар міндетті түрде. Енді біз ұнымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Ұнның барлық бөлігін бірден салмаймыз. Кішкене бөліктен салып, осылай венчикпен араластырып отырып, сөйтіп қамырымызды дайындайтын боламыз. Сол кезде бізде қамырымыз жұмсақ болып шығады. Және де сіздер көз мөлшермен емес, сонда нақты қанша ұнның керектігін осылай түсіне аласыздар. Міне венчикпен араласуға келмеген кезде осылайынан қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болып шығады. Сол себепті де қамырымызды жаю өте оңай болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қазір салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін біз тартылған етімізді саламыз. Кез келгенді алсаңыздар болады, сиырдың, жылқының, қойдың етін. Одан кейін ұсақтап туралған пияз және де сарымсағымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және де алдын ала жуып тазалап алған күрішімізді саламыз. Күрішті алдын ала суға салып қойыңыздар, сонда бізде ісініп кішкене көтеріліп тұрады. Енді барлық қоспамызды жақсылап тұрып, шанышқымыздың көмегімен араластырып аламыз. Қалаларыңызша дәмдеуіштер немесе қара бұрыш қоссаңыздар болады. Ол өздеріңіздің қалаларыңызға байланысты. Салмамыз дайын. Қамырымыздың бетін жауып қойған едік. Қазір жұмсарып қалды. Міне енді қамырды екі бөлікке бөліп, осылай мен дөңгелектеп аламын. Енді қамырымды жаюға кірісемін. Қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Бешбармақтың қамыры сияқты болу керек. Жұқарғанға дейін жайып аламыз. Енді осылай міне осында ұзын бөліктерге кесіп аламыз. Қараңыздар, міне осында қалыңдықта болды менде. Енді ұшына қарай осылайынан кішкене ғана қасықтың ұшымен салмамызды саламыз. Одан кейін ең осы төменгі бөлігінен бастап қамырымызды жабыстырамыз. Міне осылайынан жабыстырып, бізге үшбұрыш тәрізді форма жасау керек болады. Сондықтан мен кішкене шеткі жақ бөліктерін осылай жаптым. Одан кейін міне осылай кезек-кезек екі жақ бөлігіне айналдырып, осылай үшбұрыш формасын жасаймыз. Осы тұрған ұзын қамырды толықтай қолданбаймын. Қазір тек қана бір-екі рет қана осылай айналдырып аламын. Одан кейін пышақпен кесіп, шеткі жақ бөліктерін жабыстырып, міне осылай үшбұрыш форма жасаймын. Қазір тағы да біреуін жасап көрсетейін сіздерге. Қатты көп салма салып керек емес, аздап қан салсаңыздар болады. Міне осылайынан үшбұрыш формалар жасап аламыз. Тура осы әдіс бойынша барлық қамырды дайындап шығамыз. Қараңыздар, міне мен барлық қамырларым дайын болды. Енді қазір біз тамағымызды пісіруге кірісеміз. Табамызға күнбағыс майын құйып аламыз. Одан кейін алдын ала турап алған пиязымды салдым. Екі ас қасық томат саламын. Томат қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осылайынан міне араластырып алдым. Енді төрпіштеп туралған сәбізімді саламын. Араластырып аламын. Және де ұсақтап алдын ала мысалы төрпіш қылып туралып алған картопымды саламын. Барлығын осылайынан жақсылап бір-екі рет араластырып аламын. Дәміне қарай тұз салдым. Енді біз қазір үстіне су құятын боламыз. Суымызды құямыз. Қақпағын жауып қайнағанға дейін күтеміз. Егер де дайын қайнаған су болсаңыздар да құйсаңыз болады. Енді міне осылайынан біздің дайындап алған қамырымызды орналастырып шығамыз. Осы тағамды пісіргенде сіздер осындай жалпақтау келген табақ қолдансаңыздар өте ыңғайлы болады. Себебі бізде осындай ұзын болып қамыр салуға ыңғайлы болады. Қазір мен осы толықтай табамыздың беті жабылғанға дейін қамырымызды орналастырып шығамын. Одан кейін үстіне міне көріп тұрғандарыңыздай күнбағыс майын жақтым. Бізде сол кезде қамырлардың арасы бір-біріне жабыспайды. Қалған қамырды осы қамырлардың үстіне міне осылай орналастырып шығамыз. Енді су менде кішкене аз болып кетті. Сәл осыдан көбірек қоссаңыздар болады, сәл көбірек. Қақпағын жауып, орташа отта шамамен 30 минуттай пісіреміз. Міне қараңыздар, 30 минут уақыт өтті. Осылайынан міне қамырлардың бәрін жинап орналастырып аламын. Егер видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа видеоны ең алғаш болып көретін боласыздар. Сонымен қатар каналымда көргілеріңіз келетін рецепті комментарийға жаза кетіңіздер. Кездескенше.